Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ақмарал. Мектеп кездегі хит болатын коржиктің рецептін көрдім, осыны жасап көрдім, өте әдемі, дәмді шықты. Сіздермен қазір рецептпен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: айран, қант, ас содасы, разрыхитель, ас майы, ұн керек болады. Мен төменге описание бөліміне барлығының мөлшерін жазып кетемін. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Міне айранымызды құйып, үстінен ас содасын саламыз, екеуін бірге араластырамыз. Бізде осылай көпіршіктер пайда болады. Жақсылап бірге араластырып, үстінен қантын саламыз. Қанты ерігенге дейін барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстінен ас майын құямыз. Міне біз барлығын осылай жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымызды саламыз. Үстінен разрыхительді салып, қазір жақсылап қамыр қылып илеп қоямыз. Міне менде осындай жұп-жұмсақ қамырым дайын болды. Енді оны 10-15 минутқа тындырып қойдым. Сосын алып, ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаюға болады. Қатты жұқартып жібермейміз. Қалыңдау етіп, осылай думалақтап отырып, қамырымды жайып алдым. Енді коржиктің формасы болса, сомен кесуге болады. Болмаған жағдайда осындай үйлеріңіздегі қалаған заттарыңызбен кесіп, осылай пайдалануға болады. Міне дайын болған коржиктарымызды осылай бетінен айран жағып шығамыз. Сосын духовкаға салып пісіріп алуымызға болады. Міне осылай қызарып әдемі болып пісті. Балалық шағымыздың естелігі болған коржиктарымызды жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын!